Мешіт әдептері. Имам Мүслім риуаят еткен хадис шарифте пайғамбарымыз Мұхаммед, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, былай дейді: Алла тағала қаланың өте жақсы орындары мешіттері, ал қаланың өте жаман орындары базарлары. Имандылыққа бет бұрып, жарыққа ұмтылған пенденің күпті көңілін орнықтырып, иманын бекітетін, жүрек сәулесіне нұр құйып, ақиқатқа бастайтын бірден бір орын мешіт. Ақыреттік амалын түгендегісі келген жамағат үшін есігін ашып, сәждесі төселген мешіт мұсылман үшін мәртебелі мекен. Жаратқанға жалбарынып, Алла құзырында өз пендешілігімізді мойындап, сәждеге бас қою үшін келгендіктен мешітке кірерде бүкіл болмысымыз бен құлшылыққа ниеттеніп, күйбең дүниені ұмытуымыз қажет. Кез келген орынның өзіндік қағидалары болатыны тәрізді, имандылық үйінің де әдептерін сақтауымыз қажет. Мешітке барарда үстіңізден мейлінше жағымды иіс шығып тұруы тиіс. Дәрет алып, таза киімдеріңізді киіп, тісіңізді барынша тазалаңыз. Мешітке барар алдында пияз немесе сарымсақ жемеңіз, иіс су себініңіз. Гигиеналық тазалық үшін аяғыңызды жуып, шұлық киюді ұмытпаңыз. Мешітке әурет жерлерді жабатын киімдер киіп бару керек. Суреті бар жейде, әурет ашылып қалатындай қысқа киім, дене пішіміне жабысып тұратын қысқа жеңді, түрлі жылтырақ киімдерді кимеген абзал. Мешітке ертерек барған жақсы. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өзінің үмметін мешітке ертерек шығуға құштарлаған. Сонымен қатар намазға жүргенде Аллаға ықылас танытып, асықпастан, аптықпастан бару. Өйткені кім намазға ертерек шығып, асықпастан, аптықпастан келген болса, бұл нәрсе оған намазын толық бой ұрып, және онда Раббысына шынайы ықылас танытуына мүмкіндік береді. Мешітке кіргенде оң аяқпен кіріп, шығарда сол аяқпен шығу сүннет. Кірген кезде аяқ киімді мұқият сөреге қою қажет. Аяқ киіммен басқан жерді жалаң аяқ баспаңыз. Өйткені аяқ киім басқан жер нәжіс болуы мүмкін. Мешітке кіргенде отырмастан алдын 2 ракат мешітке сәлем намазын оқып алу пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын сүннетінен. Алайда мәкрух уақыттарда нәпіл намаз оқылмайды. Азан айтылған уақытта мешіттен шығып кету, тұрып тыңдау, сөйлесу, намаз оқып бастау, немесе жату құпталмаған амалдардан. Азан айтылған кезде ташахудте отырғандай отырып, оған жауап беру ұнамды амалдан. Азан мен қаматтың арасындағы уақыт. Адамдар көбіне осы уақытта мешітте намазды күтіп отырады. Бұл сауаптар еселеніп, дұға тілектер қабыл болатын уақыт. Егер мұсылман осы уақытта текке өткізбей, Құран оқумен, Алланы зікір етумен, ыждахаттанып, дұға тілек жасаумен өткізсе, өздері үшін көп қайырлы. Намазда тұрған сәтте бос орын қалмайтындай сапты толтыру қажет. Сап имамның артынан басталады және оң жаққа қарап түзеледі. Әрбір мұсылман Алланың сөзімен болған әдебі мен тағзымын жоғалтпауы керек. Мешітте отырған кезде аяқты құблаға және Құран кітаптарға қарай созуға болмайды. Мешітте айтысып тартысуға, дүниелік сөздерді сөйлеуге, дауыс көтеріп сөйлеуге, жоғалтқан нәрсені жар салып сұрастыруға, сауда-саттықпен және басқа да нәрселермен шұғылдануға болмайды. Мешіттегі ғибадат жасаушыларды алаңдатпай, тыныштық сақтаған абзал. Құран оқылған кезде сөйлеу, мешіттен шығып кету, телефон қарау, өзге де нәрсемен шұғылдану құпталмайтын істерден. Имам уағыз айтып жатқан кезде тыңдап, әрбір айтылған сөзден ғибарат алып қалуға тырысу қажет. Уағызды тыңдамау, әңгімелесу, имамдарға қарсы шығу дұрыс емес. Имам жұма құтбасына шыққанда үндемей мұқият тыңдау қажет. Намаз немесе Құран оқуға, сөйлеуге, сауда-саттық жасауға болмайды. Әйел кісілердің тақуалығы үшін Құран оқытуға жұма күні сағат 12:30 бен 14:30 аралығында келмегені дұрыс. Ал келген жағдайда намаз оқушыларға кедергі жасап, әрлі-бері жүрмеген абзал. Мешіт тазалығын сақтау керек. Яғни мешітте қажетсіз қоқыс заттарды тастамау, тамақ сусынның қалдықтарын төгіп шашпау, оның ішіне түкірмеу. Әйел кісілердің үйлерінде оқыған намазы мешітте оқыған намазынан артығырақ. Ал егер мешітке шығуды қалаған әйелдер мына мәселелерді ескеру керек. Оған бүлік пен жаман пікірлерге себеп болмау үшін әтір себінуге, өзгенің назарын өзіне аударатын дәрежеде көркемденуге болмайды. Мешіттің алдында топталып жиналып, бөгде адамдардың назарынан сақтануы тиіс. Осылайша әдептерді сақтап, Алланың жердегі үйін, мүмін мұсылманның басын бір жерге қосатын құт мекенді әрдайым қадірлей білейік.